Англияға жұмысқа барғысы келіп жүрген адамдарға бір шындық айтайын. Англияға жетіп алсам болып, барлығы күшті болып кетеді деп ойлайды көп адам. Жоқ, сізбен барған кезде неше түрлі жағдай болуы мүмкін. Ол жақта да Англияға баратын адам ферманы өзі таңдай алмайды. Қандай фермаға түсесіз, барғаннан кейін көресіз. Ол жақта бүкіл ферма жақсы деген сөз емес. Жақсымен қоса жаман фермалар да бар, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Көп фермада норма деген нәрсе бар. Ол норманы орындай алмай өзіңізге байланысты. Орындай алмай 5-6 рет немесе 3 рет ескерту алып, жұмыстан шығуға дейінгі жағдайға жетуіңіз мүмкін. Немесе кейбір фермаларда сағат аз болып, жұмыс аз болып, бір ай бойы 32 сағаттан жұмыс жасасаңыз, зарплатаңыз миллионға жетпейді. Немесе холидейіңізден алып 32 сағатқа жетпей, сондай жағдай болса не істейміз? Ұрыспай, таласпай, жай сөзбен агентке өз жағдайыңызды түсіндіріп айтып, басқа фермаға ауысуға болады. Осындай жағдайлар болса бастарыңызда, басқа фермаға ауысуға еш қорықпаңыздар. Біз де 2 маусым жұмыс жасадық, 2 маусымда да басқа фермаға ауыстық. Яғни біз 3 фермада жұмыс жасадық. Оның қорқатын ешқандай ештеңесі жоқ. Сіз ақша табуға барғандықтан уақыт, ақша.